Жақсы, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгінгі сіздерге алып отырған тақырыбым ол қашықтан оқыту барысында оқушылардың қызығушылығын арттыратын бағдарлама. Яғни бұл жерде мақсатым қашықтан оқыту кезінде оқушылардың қызығушылығын арттыратын тиімді әдіс тәсілдермен бөлісу. Енді бәрімізге белгілі, қашықтан оқудың өзіндік тиімділіктері де бар, және сонымен қатар оның кері әсері де бар, иә. Енді осының тиімділіктерін атап өтетін болса, қашықтан сабақ оқуда біз оқушы болсын, мұғалім болсын, көбінесе бір жерден бір жерге барып оқығаннан көрі, жаңағы өзіміздің күнделікті жоспарымызды реттеп, яғни үйде отырып, бір уақытта бірнеше курстарды немесе бірнеше сабақтарды оқи аламыз. Сонымен қоса, бұның тағы да бір артықшылығы, яғни бұл қосымша телеарналарда сабақтар өткізіп жатыр, иә. Яғни оқушы өзінің пәнінде түсінбеген сабақты осы телеарна сабақтары арқылы қайталап отырып, яғни түсінбеген жерлерін көріп алуға болады. Сонымен қоса, бұл жерде оқушылар көбінесе жаңа технологияны жақсы меңгереді. Яғни өзіне керек платформа жасауға, керекті мәліметтерді жаңағы өзінің қолы жетімді қылып ала алатын өте көп мүмкіндігі бар. Сонымен қоса, мұғалімдердің жіберген видеосын сол уақытта көре алмаған жағдайда, одан кейін де қайталап түсінбей қалған жерлерін көріп отыруына өте жақсы мүмкіндік деп айтар едім. Енді біз жаңа артықшылығын айтып кеткен болсақ, енді бұның қандай кедергілері бар? Басты кедергі деп айтар едім, ол интернет желісінің баяу болуы, яғни оқушыға да, мұғалімге де жұмыс жасауына кедергі тудыратын кедергінің бірі бұл интернет желісінің баяулығы. Екінші, жадының толуы. Қазір оқушылар смартфонмен, яғни компьютермен сабақ оқығандықтан, яғни оның жады толып кетеді, азудың баяу жұмыс істеуі бізге кедергі тудырады. Келесі, мұғалімнің бұрынғыдан да көп уақыт бөлуі, яғни денсаулыққа кері әсер етуі. Яғни бұған дейін мұғалім тек сабақта өзінің нақты 40 минут сабағын өтіп қана кетіп қалатын болса, қазір кезде мұғалім ол сабаққа дайындалу және соны тексеру мақсатында көп уақытын осы компьютерда өткізеді. Келесі, үнемі елеңдеу. Яғни бұл жерде біз белгілі бір себептерге байланысты уақытылы тапсырманы орындай алмаған оқушылардың кері байланысты күту. Яғни бұл да болсын бізге жаңағындай кері әсерін тигізеді. Бұл да бізге кедергі болып келеді. Келесі, платформаларды қолдану кезіндегі кедергілер. Бір уақытта бір платформаға бірнеше адам кірген кезде, яғни телефон, ноутбуктың баяу жұмыс жасауы, бұл да бізге кедергі әкеледі екен. Барлық материалды дайындауға көп уақыттың кетуі. Қазір кезде сабаққа дайындалғанда біз яғни бұрынғыдан көп уақытымызды кетіреміз сабаққа дайындалу үшін. Келесі, ол оқушылардың әлеуметтік отбасылық жағдайына тікелей әсер етуі, яғни бір отбасында 3-4 оқушы болса, бір ғана смартфонмен сабақ оқуы, яғни олардың уақытылы сабаққа кіруі, уақытылы кері байланыс бере алмауы да бізге кедергі тудырады. Бірі ол матчинг карт, яғни сәйкестендіру. Алдын ала мен сабағымды дайындап қоямын, яғни сәйкестендіру. Сол күнгі сабаққа байланысты сәйкестендірулер дайындап қоям. Сонымен қатар word cloud дейді, яғни адасқан әріптер әдісімен тапсырма дайындау. Содан кейін және Quizlet бағдарлама платформасын қолданам. Бұл жерде мен көп қолданатын бағдарламаның бірі ол Quizlet және Kahoot бағдарламасы. Бұл жерде бұл сабақтың қорытындылауға және сабақты бекітуге өте әсері жақсы, яғни оқушылар қызыға орындайды. Бұл бағдарламада орындаған кезде оқушылардың бір-бірімен жарысуы, яғни кім бірінші болады деп бір-бірінен қалмай жарысуы өте қызығушылық тудырады. Және кері байланыс ретінде Google Forms'ты пайдаланам, яғни көбінесе Google Forms'ты жиынтық бағалау кезінде қолданамын. Яғни оқушылардың
жиынтық бағалаудағы кездерінде Google форм қолданам, және мүмкіндігінше Zoom-мен өтуге тырысамыз. Бағдарлама ол Quizzes бағдарламасы. Бұл бағдарлама өте тиімді деп айтамын. Яғни біздің бағана кеткен барлық уақытымызға жаңағы көп уақытты кетірмеу үшін бұл өте тиімді бағдарлама. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің сабақтарыңызды жинақтап жасай аласыздар. Ол үшін Quizzes.com-ға кіресіздер де, бұл жерде міндетті түрде жаңағы тіркелесіздер. Я, мен тіркеліп қойғанмын алдын ала. Енді қалай жасаймыз сабақты? Бұл жерде сабақты жасау үшін біз создать батырмасын басамыз. Содан кейін сабақ, яғни урок дегенді басамыз. Өзіңіздің сабағыңызды тақырыбын жазыңызға болады, немесе информатика 8-ші сынып деп жазыңызға болады. Мысалы, жазасыз, қандай пәнге жататыныңызды таңдайсыз. Бұл тек қана информатика емес, барлық пәндерге өте ыңғайлы. Келесі, яғни следующий дегенді басамыз. Қазір ойланып жатыр. Міне сіздерде бірінші бет пайда болды. Яғни осы сіздердің слайдтарыңыздың бірінші беті болады. Бұл жерде сіздер өзгерте аласыздар, жаңа 7-ші сынып дегенді. Тек қана информатика деп қоюларыңызға, немесе тақырып қоюларыңызға болады. Содан кейін астына мысалы мына жерге 16-ші сабақ болуы мүмкін. Сабақ. Жазылмайды оны іште. 16-ші сабақ деп жазасыздар. Одан кейін сіздер бұл жерде жаңағы фотолар таңдай аласыздар, өздеріңізге керекті. Немесе сіз өтейін деп отырған тақырыпқа байланысты сурет қойып қойсаңыз болады. Енді бұл жерде ең бастысы біз дайын слайдты қолдана аламыз. Ол үшін астында импорт деген бар. Слайдты импорттау деген кнопканы басасыздар. Бұл жерде әріптестер слайдты міндетті түрде PDF форматта сақтап алу керек. PowerPoint-та емес, PDF-та сақтап аласыздар алдын ала. Яғни PDF-та деп белгілейсіздер. Батырманы басасыздар, слайдты жүктеу деген. Осы жерде мен бағана жасап қойдым, қашықтан оқыту деген слайдты, яғни открыт. Міне, бір уақытта сіздің жаңағы 15 слайдтан тұратын дайын сабағыңыз осы бағдарлама жүктеледі. Содан кейін импорттау дегенді басасыз. Импорттауды басасыз. Енді мен қазір импорттауды басатын болсам, бұл кем дегенде 7-8 минут загрузка болып тұрып алады. Сондықтан мен сіздерге начать бастым. Связь нашар болып тұр, Wi-Fi өте не болып тұр. Бұл жерде көрсетейін, тағы да көрсетейін деген, қалай сұрақтар қосуға болатынын. Қазір қарасаңыздар, сіздерге сұрақ пайда болды, яғни тақырыпты. Оқушылардың кері байланысты қалай аламыз дейді. Жауап бересіздер. Жақсы. Қашықтан сабақ оқу сізге ұнай ма?
жазуларыңызға болады бұл жерде. Иә, ұнайды немесе жоқ, себебі. И ары қарай жаңағы сіздің өзіңіздің дайындап қойған сабағыңыз оқушыларға жаңа сабағыңызды жаңа басында қайталау ретінде тест сияқты беріп қайталау жасап, одан кейін жаңа сабағыңызды түсіндіре берсеңіз болады. Яғни бұл терезе сізде де оқушыда көрсетіп тұрады, осылай түсіндіріп өтесіз. Яғни барлық слайдтарыңызды қалай жасау, не істеу керек екенін ол жерде сабақты. Бұның ең тиімдісі жаңағы қанша оқушы сізде қатысып отыр, яғни оқушылардың барлығын қатысуын қамтамасыз етесіз, және бірден сабақ үстінде кері байланыс ала аласыз. Және кері байланыс арқылы оқушының қай оқушы қай жаңағы сабақтың қай жерін түсінбеді, нені түсінбеді, соны бірден біліп, келесі сабағыңызды жоспарлай аласыз. Бізде қазір бірден бір проблема деп айтсақ болады, яғни кері байланысқа шығу, иә, оқушылардың. Яғни бұл сол кері байланысқа шығуды орнын жоя алады. Сізге бүгінгі вебинар ұнады ма? Кері байланыс беріңіз, я немесе жоқ, өз жауабыңызды жазыңыз. Астында стрелка тұрады, сол стрелканы басып, өзіңіздің жауабыңызды жазасыз. Өте жақсы. Яғни бұның соңында сіз біле аласыз, қанша оқушы қазір шығу керек мына жерде. Сабаққа қатысты, кім белсене қатысып отыр. Яғни мұнда бірінші орын Жанар, жақсы жауап беріп отырған, екінші Гүл, ар жағы көрінбей тұр, одан кейін Жұлдыз. Яғни сол сияқты сіз оқушылардың мына жерден толығымен кімнің сұраққа жауап берді, кім жауап бере алмады, немесе бүгінгі сабақты кім қаншалықты түсінді, кері байланысты бірден ала аласыз.